Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі көрермендері. Бүгін кітап әлеміне саяхат айдарында сіздердің назарларыңызға қазақ балалар поэмасының антологиясы атты поэмалар жинағын ұсынғым келіп отыр. Жалпы бұл жинақ 2011 жылы жарық көрген. Алматы қаласы Арда баспасында бас редакторы Асқар Алтай. Бұл жинақта ұлттық әдебиетімізде балаларға арнап жазған ақын жазушылардың ірілі-ұсақ поэмалары жинақталған. Жинақ поэма жанрының табиғатына қарай реалистік, фольклорлық, фантастикалық және сатиралық болып төртке бөлінеді. Соның ішінде Ғұзыхан Ақпанбектің кереметтей шығармасын оқып бергім келіп отыр. Жалпы Ғұзыхан Ақпанбек педагогика ғылымының кандидаты, профессор, жезқазғандық ғалым, адам, болмыс, дүние туралы көптеген еңбектер жазып, ой толғаған. Соның бірі «Адамды Алла жаратты» поэмасы. Тыңдасаңдар, балалар, айтайын бір аңызды, ойға салып шамалар, ғибраты бар маңызды. Жер жоқ еді әуелде, жұлдыздарда болмады, тылсым түнек әлемде тәңір сана орнады. Шексіз кеңістік, бақи әлем нұр еді, ақыл сана түсінік, рух қана тұр еді. Бұйрығымен тәңірдің ғарыш күрсі жасалды, күштілігі өмірдің бар қозғамыз басталды. Рухпен таза мөп-мөлдір, нұр толтырған әлемді жаратып Алла көгілдір, жерді берді әдемі. Жел желпіді жер бетін, ой шұқырға су толды, көрсетіп бар келбетін, күн лапылдап от болды. Көк күмбезде күн жүзді, ай қалқыды аспанда, жымыңдаған жұлдызды көрсетті күн батқанда. Жебір ел періште, пәрмен алып Алладан, текті іздеп келісті, әрбір затты таңдаған. Шексіз көкке жол шекті, көрнек болып аралап, әлемдегі бес текті жеке-жеке саралап. Бірінші тек рух нұр, бақи әлем ішінде адам жаны бөлек тұр, белгісіз бір пішінде. Рухқа бейне бермесе, онда адам болмайды, өлшемі сай келмесе, тәннің орны толмайды. Екінші тек жел еді, салқын самал желпіген, жебір ел келеді, таза ауаға елтіген. Жұмақ мәңгі тұрағын, екемін бар іске, адам болып тұрасың, деді желге періште. Бәрі елер құлым боп, дауыл болып соққанда, ұйтқығанда құйым боп, деп лепірді жел сонда. Желдің қара ниеті, әсте адам болмайды, кесірі көпке тиеді, бар тіршілік сорлайды. Жасамады шүкірлік, әлсіздерді қорлайды, көңілінде бар күпірлік, деп періште ойлайды. Суға келді үшінші, тегі таза, адал деп, жебір ел түсінді, болар нағыз адам. Айтты суға періште, адам болып тұрасың, еріктісін әр істе, жұмақ болар тұрағын. Менен адам жасаса, күшім артық бәрінен, қорқады сел қаптаса, топан судың кәрінен. Деді де су толқыды, көбік шашты гүрілдеп, жарды соқты толқынды, жартас тұрды дірілдеп. Жебір ел шошыды, о жаратқан тәңірім, бұйырды неге осыны, қиын болдау әмірін. Тәңір сонда тағы да, жаса, деді адамды, жанаттың нұрбағына болсын ие жарамды. Құрметті оқырмандар, сұрақтың жауабын білгіңіз келсе, біздің ұлттық және шетел әдебиеттер бөліміне келіп оқи аласыздар. Сіздерге естігіміз айқара ашық.